Мен Жетісу облысы Көксу ауданы Жетішау орта мектебінің 10 сынып оқушысы Жақан Бақытгүл. Қазақстан балалар шексіз әлемінде үздік әлеуметтік жарнама бөлімі бойынша сіздерге Жетішау ауылындағы түйе шаруашылығымен айналысатын отбасыны таныстырамын. Түйе шаруашылығы қазіргі таңда Жетішау ауылында өте қарқынды дамып келе жатқан шаруашылықтың бір түрі. Олай болса, ауылымыздағы шұбат кәсібімен айналысатын отбасыны көрсетейік. Ауылымыздағы отбасылық кәсіпке айналдырып отқан отбасылық шаруашылыққа танысуға келдік. Соның бірі түйе шаруашылығы. Осындай мал шаруашылығымен айналысып жүргеніңізге қанша жыл болды? 2016-тан бері қарағанда айналысып келеміз. Бүйрек, бәрі ауруға ем ғой енді негізі бұл. Шүбәттің. Түйенің сүті, шүбәт. Көбінесе адамның есе сақтау қабілетіне деген рас па? Рас. Адамның немересін өрлетеді. Қан төмен адамдардың қан жоғалатады. Күніне бұл түйелерді қанша уақыт суғансыздар? 2 уақыт сауамыз кештен өткен. Бұрын қазақтар қою түйе сүтін шайға қосып ішкен. Оның үстіне түйе сүтін олар сиыр сүті ретінде де пайдаланған. Шұбаттан басқа қазақтар түйе сүтінде басқа да жануарлардың сүтін қоса отырып түрлі сүт тағамдарын өндіріп шығарған. Түйелердің жайылуына біздің климат өте қолайлы. Түйе ежелден шөлді тұзды аймақтардың табиғат жағдайларына жақсы бейімделген. Аптап ыстықтарда апта бойына сусыз тіршілік ете алатын бірден-бір түлік. Ал түйе сүтіне келетін болсақ, түйе сүті қант диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауруы бардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы көптеген аурудың алдын алады.